иманын бұзбай, өзінің салт дәстүрін ұстанып, ата-ананың қасында бақытты өмір сүру. Тамаша, келесі кім? Болды ма? Басқа? Нұрай сіздің қалаған жарайды. Өзің қалағандай? Жарайды. Олай болса мен қазір сіздерге сол өмірдің бәрі деген тақырыпта кішкене демонстрация жасағым келді. Сендер әрқайсыларың өмірге келген сәттерінде мына менің қолымдағы бос ыдыс сияқты боссыңдар. Өмірге келдіңдер, сендерде еш нәрсе жоқ. Міне дәл осы бос ыдыс деп біз әрқайсымызды елестетейік. Енді өмірге келгеннен кейін сендер қимылдағыларың келді, жүргілерің келді, жүргеннен кейін мектепке барғыларың келді, иә? Біздің өмірімізде түрлі мақсаттар пайда бола бастады, иә? Ол мақсаттарды мен мынау кішкентай ғана майда тастарменен алып келіп тұр. Мінекей. Майда тастар біздің кішкентай армандарымыз. Өсіп келе жатырмыз. 11-ші сыныпқа келдік. Енді бізде қандай арман бар? Грантқа түссем, бір жерден жақсы маманның иесі болсам, үлкен үйім болса, одан кейін ары қарай бір фирманың бастығы болсам деген сияқты біздің армандарымыз ірілеп келе жатыр. Ол армандарды мен ірі тастармен алып отырмын. Ірі армандар өскен сайын біздің бойымызда пайда бола бастады, иә? Енді бұл ірі армандарға біз әрқайсымыз жету үшін бізге не керек? Кіші әртүрлі мақсаттар керек. Кіші мақсаттар арқылы біз өзімізді ары қарай жылжытамыз. Өзіміздің арманымызға, үлкен армандарға қол жету үшін біз өзіміздің кіші мақсаттарымызды орындаймыз. Мысалы, дәл қазіргі таңда ұбт-ға дайындалып жатырмыз, иә? Біз ұбт-да грантқа жету үшін не істеуіміз керек? Оқуымыз керек, әрбір пәндерді жақсы меңгеруіміз керек. Мына ұбт-да келген сұрақтарды қатемен міндетті түрде жұмыс жасауымыз керек. Оның бәрі мынандай майда мақсаттар бар. Өмір болғаннан кейін барлығы тек қана жақсы керемет нәрселермен тұрмайды. Оның арасында түрлі мәселелер болып жатады. Келісеміз бе? Түсінбей қалушылық, немесе жауапсыз махаббат, немесе тағы қандай мәселелер бар майда. Келіспей қалушылық. Достармен араңда кішкене ренішулер болып қалады, міне мен оларды құм ретінде алдым. Бұл мәселелерді біз мән беріп, дер кезінде шешіп отырып, мысалы дайындықты күшейтіп, немесе доспен арамыздағы араздықты дереу сол кезде сөйлесіп түсінісетін болса, ол мына біздің үлкен кіші мақсаттарымыздың арасына кіріп сіңіп жоқ болып кетеді. Ал егер осы мәселелерді шешілмей, біз мән бермей ол мәселелерге қалып ол біздің кеудемізде жинала беретін болса, ол міне біздің ірі үлкен мақсаттарымыздың барлығын басып қалады. Ол кезде біздің мақсаттың барлығы орындалмайды. Таңымыз атар, күніміз батар, кіреміз, шығамыз, жүре береміз. Өмір деген өте береді. Бірақ біз осындай болып қалады екенбіз. Сол себепті де өсіп келе жатқан балалар келешекте алдымыздан шыққан мәселелерді дер кезінде шешіп, мына басындағы ірі мақсаттарымызды өшіріп алмай, соған жету жолында еңбек етуіміз қажет екен. Түсіндік па? Жалпы мен айтқанға жарайды. Енді бұл өмірдің мәніне жету үшін мен жаңа арман керек, мақсат керек дедім. Ал арман деген өзі не? Бала? Кім айтты? Ау? Жүрек қалауымыз. Мысалы, нұрасыл арманы не? Бизнесмен болу. Тағы кім? Тағы қандай армандар бар? Европа елдеріне шығу. Европа елдеріне шығу. Тағы арман дегеннің өзі не? Анықтама бер жүрші. Ұстаулет ойланып керек. Қашан өзгеріп келеді және бір нәрсені қалайды адам бір ойда ғана қалмайды, ол алға қарай жылжығысы келетін адам алдына бір мақсат қояды және бұны арманды мақсатқа айналдыру арқылы өзінің қалағандарын жете алады дейміз, иә? Жарайсың қарашы. Тағы кім арман дегенге кім анықтама береді? Мына столдағылар ілмей. Арман деген жүректің қалауы дейді. Сенің арманың? Арманның шегі жоқ қой дейді. Біреуді естің, біреуін тағы. Дұрыс айтасың. Арман деген адамда таусылмайды, иә? Бірақ сол арманға біз міндетті түрде жете білуіміз
сіз өзіңіздің армандар жатқаны деген жағдайыңызда біз оларды не соны біреулік жерден кетті өздерің тек қана өздерің ойланып келешекте өзіңді қай жерден көргің келеді қай жерде болғың келеді мысалы өзің қазір барлықтарың ойларында арман бар алдарыңа қойып отырған мақсаттар иә енді өзіңді қай жерде көргің келеді мысалы 5 жылдан кейін 10 жылдан кейін деген сияқты бір сәт барлығымыз ойланып көрейік осы сұраққа жауап беріп жүреді. Кім өзінің арманымен бөліскісі келеді? Тағы қаршаш па? Қаршашпастан сөйлемейді ме? Қаршаш, өзіңді нақты арман болғанда бір мынандай бизнесмен болсам деді Нұратилда, бірақ бизнесмен болғанда қай салада, қай жерде, қандай бизнесмен болып отырсың деген сияқты нақты нәрсе береді. Айтамын. Арман деген адамдар шешіп қой, ең бірінші, менің ең басты арманым қазақ тілі әдебиетінен пән мұғалімі болып болады. Қазақ тілі әдебиетінен пән мұғалімі болып, одан кейінгі тіл саласын ары қарай дамыту үшін өзімді осы кем дегенде 2-3 жылдан кейін мен өзімді Түркияда білсем келеді. Шет тілдерін үйреніп, сол түрік тілі өзіме тапсырғандықтан тіл саласын ары қарай дамыту үшін де сол түрік тілін үйрену және қазақ тілі әдебиетінен нақты сала ретінде қалыптастыру. Тамаша. Ол арманға жету үшін қазір не істеп жатсыз? Оқытуға дайындаламыз, сосын дайындық топтарына барамыз. Енді әдебиеттен тіл саласында не істеп жатсың? Түрлі жарыстарға қатысып, түрлі жарыстардан біздің тек қана алдыңғы орындарды алып келіп жатқан Гүлмаршын есімді қызымыз. Жарайсың, тағы кім? Айта қоярсың? Менің арманым Пентагонда қызыл. Америкалық неше? Ол хакерліктің ұзақ тұрғанда. Хакерлікпен? Енді соған түсу үшін мен информатика, математика бағытында ақпарат технология бағытында түсесің, иә, құдай қаласа. Бір грант бар, иә, сен жарайды. Тағы кім? Кәдімгі Қаршаш? Негізі, ең алғаш адам өмірде кім боламын, мен қандай таңдаймын емес, кім боламын деп маған